Баршаңызға сәлем, қайырлы күн, қалайсыздар? Және де бүгінгі менің видеома қош келдіңіздер. бүгінгі видеода мен бумажный сюрприз ашатын боламын, және де ұзақ уақыт видео түсірмегенім үшін кешірім сұраймын, және де осы аралықта мен іздеген оқырмандарыма үлкен алғысымды білдіремін. Менің қолым тиген жоқ, яғни сурет салуға желанием болған жоқ, видео түсіруге не болған жоқ, уақыт болған жоқ. Сондықтан кешірім сұраймын, алдағы уақытта видеолар көп шығатын болады. Және де бүгін мен бір жаңа коллекция дайындадым, бірақ мен осы коллекцияның барлығын таңдап болғаннан кейін барып оны көрсетемін. Асықпай, себебі кадрға сыймай жатыр коллекциялар, сосын барып көрсетемін. Өкінішке орай біз осы кармашки коллекциясын аяқтаймыз. Так, белый медведь. Бұл жерден осындай обычный пакетиктерден алайық. Осындай пакетик. Hello Kitty стикерлері. Бұл жерден осындай пакетиктеріміз бар. Давайте бүгін осындай пакетикті алайық. Собери сумку в отпуск. Бұл жерден осындай привидениемен алайық. Так, келесі флешка коллекциямыз. Бұл жерден осындай пакетик, осындай ноутбук. Обложка на ноутбука. Бұл жерден осындай ноутбукты алайық, осындай смайликтермен бір түрлі. Так, авокадо стикерлері. Бұл жерден осындай алайық. Лайк деген. Келесі балық шақтағы тәттілер. Бұл жерден мен осындай пакетикті аламын. Және де приготовка коллекциясы. Бұл жерде мынау не дайындап жатқандарымыз. Сондай, не дайындап жатырмыз, сол түсет мына пакетиктерде. Киндер пакетигінде тілімнен не болып жатыр, кешірім сұраймын. Және де зефир және Starbucks кофесі қалды. Екеуінен Starbucks кофесін аламын. Және де бүгінгі біздің распаковкамызда осыншама өте көп коллекцияларымыз бар. Қазір сіздерге новинкамызды көрсетейін. Ол бізде осы коллекция. Қандай коллекция деп ойлайсыздар? Осындай 4 фигурный пакетиктеріміз бар, және де осындай қарапайым 8 пакетигіміз. Яғни бұл жерде 12 пакетик. Мына пакетиктерде әр түрлі перфорация. Бұл бізде бенто торт дизайндары, яғни қазіргі кездегі торттардың осындай кішкентай ғана мөлшердегі бенто деп аталатын хит торттар, дәмді торттардың бетінде түрлі дизайндар болады ғой. Туған күнге, бір неге, мейрамға жасаған кезде түрлі дизайндар ойлап тауып, андай мастерлер салады ғой, торттың бетіне сурет. Сондай коллекция жасадым. Бұл коллекция ешкімде жоқ. По-моему, ешкімнен алған жоқпын, ешкімнен көрген жоқпын. Просто отырдым да, өзім миыма келді да, осындай коллекция. Вот. Бүгін давайте осындай пакетикті алайық. Осындай пингвин. Бүгінгі распаковкамызда осыншама өте көп коллекциялар. Болды. Коллекцияларымызды ашуды бастайық. Каталогымыз, мен бірден ашып қойдым, себебі каталогымыз өте үлкен. Флешка коллекциямыз. Осындай пакетик. Ашайық.
Бізге осындай карандаш бейнесіндегі флешка түсті, номері 5. Міне. Бұл коллекцияны жақын арада бітірмейміз әзір. Келесі белый медведь. Осындай пакетик. Ашайық. Бізге осындай түсті, типа қырсығып тілін көрсетіп тұрған аю. Номері 5, екінші 5-іміз, прикиньте. Так, келесі бұл коллекция кармашки деп аталатын коллекциямыз. Өкінішке орай бүгін бұл коллекцияны аяқтаймыз. Қандай кармашка түседі екен, маған да қызық болып тұр. Номері 7 кармашка түсу керек. Ашайық. Бізге осындай қарапайым түсті. Осындай кармашка. Номері 7. Дұрыс барлығы да. Аяқтадық бұл коллекцияны өкінішке орай. Және де бұл коллекцияны алғыларыңыз келсе, міндетті түрде скриндап салуларыңызға болады. Собери сумка в отпуск. Осындай пакетик. Ашайық. Өзіме де қызық болып тұр. Айтпақшы, жаздық каникулда не істеп жатырсыздар, немен айналысып жатырсыздар, қай қыдырып жатырсыздар. Мен особо ешқайда үйдемін. Бізге осындай тәттілер түсті. Яғни бір жерге шыққанда тәттілер тамақ алып шығу традиционный нәрсе мен үшін. Бізге Орео осындай пачкамен түсті, үлкен пачка, және де киндер сюрприз. Номері 2. Міне осылай жабыстырамыз. Ашайық. Міне болды. Келесі коллекциямыз обложканы ноутбука. Бұл жерден осындай сары смайликтермен пакетигіміз. Ашайық. Бізге осындай бір Нарутоның несі бар ғой. Бұл не білмеймін, түсінбедім. Әйтеуір Нарутоға қатысы бар екен білемін. Және де араларыңызда Наруто қарайтын оқырмандарым. Кешірім сұраймын, менде почка үйде. Почка, мен отқам комнатта почка ашық тұрды, терезе. Сол әрбір адамның өткен дауысы естіліп ужас болады. Короче, бізге осындай ноутбук обложкасы түсті. Так, наклейкамыз. Ашайық. Номері 2. Екінші бетке. Ура, наконец-то мына бетке бір нәрсе түсті. Болды. Келесі приготов коллекциясы. Бүгін не түсеткен көреміз. Ашайық. Номері 4. Номері 4. Мына жерге. Бұл бізге осындай свекло түсті. Қараңыз, бір түрлі негізі свекло қатты особо ұқсамайды, но типа свекло деп ойлай беріңіздер. Номері 4. Айттым ғой. Тағы да қайталайын. Номері 4. Ойбай, жыртып алдым.
Болды. Не дайындап жатырмыз деп ойлайсыздар? Бұл же салат, яғни піскен свекло, піскен картоп, піскен сәбіз. Және майонез, және де жұмыртқа салынады бұл неге. Енді важный бір ингредиент қалды. Сол түссе міндетті түрде не екенін білесіздер. Авокадо стикерлері. Осындай пакетик. Ашайық. Номері 1, бірінші бетке дейді, бірақ бос емес. Бірді мына жабыстырайық. Мұнда дым жоқ. И осындай түсті. Я подавлен деген типа тост қой мынау. Соның үстіне авокадо болып түскен ғой. Не деген керемет. Еще настроениесі жоқ қой. Міне. Болды. Келесі балалық шақтағы тәттілер деп аталады. Бұл коллекциямыз осындай пакетик. Ашайық. Вау. Номері 8. Осы жерге және де бізге осындай темекі бейнесіндегі витамин түсті. Баяғыда осыны мен қатты жақсы көретін едім. Естеріңізде ма? Қазір білмеймін, по-моему, біздің жақтағы дүкендерде бұндай тәттілер сатылмайды. Бірақ осыдан 1-2 жыл бұрын сатылған. Болды. Келесі алдыңғы новинкасы Hello Kitty стикерлері. Осындай пакетик. Ашайық. Бізге осындай ужасный, қорқынышты Hello Kitty түсті. Мына жерге жабыстырайық. Болды. Келесі бенте тортики. Осындай етіп сәндедім. Мына жерде басқа коллекция болмашы мән бермеңіздер. Міне. Ашайық бүгінгі пакетигімізді. Бізге осындай торт түсті. То чувство, когда тебе уже 30. Яғни осындай бір сезім, сен примерно бір 30 жасқа келген секілдісің деген ғой. Типа жылап жатыр мынау. Қартайып жатсыңдар десе ойнап айтамын. Номері 2. Бүгін 2, 5 деген сандар көп түсіп кетті что-то подозрительно. Болды, бүгінгі коллекциямыз, бүгінгі распаковкамыз аяқталды. Бүгінгі видео ұнаған болса, міндетті түрде мені қолдап, арнама тіркеліп, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Келесі видеоға дейін кездескенше, всем пока.